Жолды салу үшін керекті топырақты алу мәселесі жөнінде мен тапсырыс беру үшін Ақжол құрылыс компаниясы, мен өзім Ақтау Береке сервис деген мекеме, соның директоры Жұман Басқат деген алып жүрмін. Осы мына жобаны тапсырыс қылдырып бізге берген. Сол бойынша біз осы мына жобаны қайтадан 25-26 жылдарға жасадық. 20-26 жылдарға. Енді осыған дейін негізі 24 былтыр негізі осы жоба қорғалып 1 жылға жасалынып кеткен негізі былтыр. Оған енді бұл кісілердің әлі контракттық уақытының бітуіне байланысты қазір енді тағы 2 жылға ұзартып жатыр. 20-26-ға осы жұмыстың бітуі сатысына байланысты, соған байланысты осыны жобаны қайтадан жасақтап сіздердің құзыреттеріңізге қарауға алып кеттіңіз. 2 жылға жасалынған жоба 25-26 жылға жасалынған топырақ қоры. Мен қазір әкіміміз келсін, соған дейін түсініп беріп жатырмын. Мына Zoom деген системада табиғатты қорғау басқармасы реттеу және қорғау басқармасынан Гаухар естіп тұрсыз ғой? Гаухар деген қарындасымыз бар. Осы кісі біз осы мына жобаны алып келіп, министерствоға, сосын бақ органдарына осыдан 1 ай бұрын бәрімен келісіліп, осы мына объявление хабарлама шыққан болатын. Осы күнге дейін біздің тарапымызға, осы объявление Ақжол құрылыстың тарапына бізде не болған жоқ. Сұрақ болған жоқ, сондықтан біз енді ары осы сіздермен жеке келісейік, тағы да жеке осы кездесу барысында сұрақтарыңыз болатын болса, тағы да қойылып жатады деген есептеймін. Осы жиылысымыздың негізі араларыңызда секретарын тағайындап алуға болады. Сосын төрағасы ретінде осы ауылдың әкімі қазір Ғаділбек деген жігіт осында кешен керек қазір келеді. Бір 5 минут деп айтады. Секретар өздеріңізді тағайындауға болады. Болмаса мен бола берсем болады. Жұман Басқат мен атым. Бола беріңіз. Онда секретар болып мен тағайындайын. Қазір председатель комиссия болса, председатель отырысымыздың төрағасы болып, Ғаділбек деген осы ауылдың әкімі, көп жылдан бері қатар жатыр, Қыстауға әкімі. Сол кісі келеді, ары қарата жалғастырар, соның сөзін тағы айтып жатар. Мен өзім осы жоба жөнінде ары қарата сіздерге түсінік берейін, осы келгенше де. Бұл жоба негізі басы. Ау! Төрағамен келді, қазір келді. Төраға бір үлкен жиналыс болып сонымен. Ғаділбек жоқ па? Сол кісі келген. Қазір Ғаділбек Гаухар бір 5 минут кім Ғаділбек қазір келеді дейді ғой. Сіз Жұман Басқат мына жобаны оқушы авторы. Ақжол құрылыс деген мекеменің өкілдері екесі Ақжол құрылыс. Мен үшін 20 деген Ақсай ауылдық округі әкімі болып, Махамбет ауданы. Мен жаңағыда Ахмет Мұхажарұлы, Махамбет ауданы Жаңатас бөлімінің басшысы. Бұл жерде кішкене бір түсінбеушілік болып тұр. Мына қоғам тыңдау негізі кейінге қалдырылу керек. Себебі бұл жерде жер телімі Махамбет аудандікі қоғам тыңдау Исатай ауданының тұрғындарымен болып отыр. Бұл жерде біздер мына жерде келіп артымызда бүткіл халық тұр. Халықтың артынан біз сөйлей алмаймыз. Бұл жаңағы осы қоғам тыңдау негізі кейінге қалдыруларын сұраймыз біздер. Гаухар бейбарыс өтуі. Ол жаңа бұл және де мен негізі алдында қандай мекеме дедіңіз сіздікі? Ақжол ма? Ақжол құрылыс сияқты, мына жерде телефон соқты. Мен ол кісілерге айтып, сіздер қазан деп отырған жеріміздің координатын жіберіңізші деп. Біз анықтайық деп. Ол жаңа мына хат маған келіп отыр, сосын бізге ауданға келіп отыр. Енді қазір Жаңатас бөлімінің басшысы, бұл жаңа сіздер алайын деп отырған жер Бейбарыс ауылдық округіне қарасты дейді. Тоже біздің жаңағы Махамбет ауданына қарасты Бейбарыс ауылдық жерден алайын деп отырсыз сіздер. Қай ауылдық тұрғын? Бейбарыс округ тұрғындарының алдында өту керек. Біз алға бұл кісілердің қатысы жоқ мысалы. Ешқандай да қатысы жоқ.
ол енді жергілікті жерде өздерінің жаңағы талабы болады, қоятын сұрақтары болады. Гаухар, естіп отырсыз ба? Сіздің аты жөніңіз кім дедіңіз? Ерман Үлкенов, Бақсай ауылының әкімі. Ераха, бұл жерде мына қазір мына Zoom-да қосылып тұрған табиғатта басқару және реттеу басқармасынан Гаухар деген қатынас отыр. Сосын ол сіз сұрап отырғандағы административно бұл жер, мысалы Бақсай ауылдық округін дедіңіз бе ғана, соған қарайды дегенмен де, яғни экологиялық кодекс бойынша ол білеміз, сол елді мекен жаңағыдай шоғырлануға байланысты. Жоқ, шоғырлануға байланысты емес. Ол карьер қандай елді мекенге жақын тұр, ол независимо, ол бағана административный басқа ауданның территориясында болуы мүмкін. Ол бағана Қазақстан бойынша барлығында да осындай. Басқа райондарда именно жер қай ауылға жақын сол жерден өткізіп жүрміз. Бұл біздің бағана сұранысымыз емес. Бұл жерде Облыс экология департаментіне қосып отырмыз. Департамент бұл жерде қосылмайды, бұл жерде ғана табиғатты қорғау басқармасына қосылады бұл жерде. Бірінші категориялардың разрешениесін жалпы департамент экология береді. Екінші категория үшті управление пользователдері беретін болсын, солардан өткізіледі. Мен осы экологиямен сөйлесіп жаңа келатырмын жолда. Сонда бұл қалай өткізіліп отыр деп отыр. Территория басқа, қоғамдық тыңдау бөлек, екеуі екі жақта. Мен мысалы жасыратын сол, координатты білмеймін, сіздер қай жерден қазайын деп отырсыздар, неден қазайын деп отырсыздар. Біздерде ондай жерлер көп, жаңағы жерден алады, Кореяда қазатта кетеді, оның жергілікті тұрғынға ешқандай пайдасы да жоқ, былай қарасаңыз, тек қана зияны болмаса, басқа ешқандай пайдасы жоқ. Ал ол жаңағы мысалы осы мекеме сол жерге бір өздерінің техникаларын бір пропискаға бір отырғызып, жаңағы бізде қазір 400 деңгейлі бюджеттен жұмыс жасаймыз. Сондайдан бір ең болмаса бір кішкентай налогтардан бірдеңеден бір пайда түсіп жатса екен. Ондай да жоқ, мысалы былай қарасаңыз. Енді оны жаңағыдай енді қоғам тыңдау өткізгенше енді халық осындай мәселелерді көтереді, ол міндетті түрде айтылады. Енді ол бір адам келіп, жергілікті округке бір адам келіп, мынандай қоғам тыңдау өткізу ол дұрыс емес деп ойлаймын. Және бұл жерде халық тіпті 5 адам. Қазір компания келсін. Ол кісінің бағана. Жоқ, ол кісі маған айтады, территория сіздікі, мен төраға болмаймын, мен қалай қол қоямын деп, мен қалай өткіземін деп ол кісі менен сұрайды. Мен жаңағы әділге ол кісіге дейді. Ол айналып келгенде қазір менің де территориям болмай шықты. Жер қатынастар бөлім басшылығы Ақылбектің Қазағұлының айтуына қарағанда, бейбарыс, уже бейбарыс территория кішкене былай қарай кетеді. Байке, мен бұл кісіге айтып отырғанмын бұл. Қоғам тыңдауды кейінгі қарай. Сонда тұрсын жер отырыңызшы, сонда тұрсын. Жаңағы территория өзіңіз жер сендердікі, халық менікі. Вот сол. Қоғамдық тыңдауды несін заңдылығына сәйкес жергілікті атқарушы органның несі жаңағы төрағасы болады, хатшыны өзіміз сайлап алуға мүмкін. Ал енді соған мен ойлап отырмын, қаншамнан кім асқар өткізесің ғой, өткізгенде оны ертең хаттаманы кім қояды? Елорда қояды, мен қоямын. Жоқ, ол Қадеке, сіздің айтуыңыз дұрыс. Бірақ бағанада түсінік беріп жатыр, Бақсай ауылдық округінің несіне әкіміне де. Бұл жерде енді бұл кісі бағана техникасын тіркетсін, бізге налог төлесін, ол жерде бағанағы мына жоба, бұл карьердің айналасында болып отырған жоба. Ол жерде техникасы, бағана жасайтын техникалардың бәрі осы ішінде 10 техника жұмыс жасайды. Осыдан түсетін салықтың бәрі салық жөнінде мен мына кісінің сұрағына жауап беріп кетейін. Салық мәселесі ауданға кетеді. Сіз қате түсініп отырсыз Асеке. Ауданға кетеді да? Жаңағыдай осылай қоғамдық халықпен өткізген кезде көтерілетін вопростар болуы мүмкін деп отырмын мен сізге. Оны енді бір өзім келіп бүткіл таңдайды. Жоқ, сіздің келісіңіз енді бұл жерде сол дұрыс па дұрыс емес пе деген мәселе ғой. Бұл жерде бағана экология кодекс бойынша карьердің тұрған жері ауылдық жерге қайсысына жақын,
ол негізі бана Қазақстанда бұл действующий экологический кодекс. Сондықтан бана сол жердің жергілікті тұрғынына біз бана қандай табиғи залалы бар. Соны есептемес керек. Административный тергеуге қатысы жоқ бұл жерде. Ол Қазақстан бойынша действующий кодекс. Сондықтан бұны біз қайдасы бұл бана ауылдан. Мына не қай жер именно карта бар ма, карта көрсетші. Айнұр аша аласың ба? Айнұр. Сен қай жер именно помада неше километр, таңдай неше километр маған. Ол негізі, оның барлығы вопрос қуанып тыңдап болғаннан кейінгі халыққа экологический ешқандай несі болмау керек қой. Мысалы, жайылғы жерлеріміз бар, біздің менікі болсын, я таңдайдікі болсын. Ал сен топырақтасқанда ананың осы карта қазір монтаж шақпына, мына карта. енді Асеке, мен сіздің бір Қытай сөзіңізді ойлаймын. Бұл жерде Ақсай округіне барасың, 10 шақырымға жетпейді. Бұл жерде Томан елді мекені бар. Ол дейді совхоз кезінде, Ақсай совхоз ол кезінде ғасырдың үстіне шығып кеткен. Бізде ол былай енді документальный 1938 қай жер сен карьерді алайын тұрған жер? Мынау Неше гектар? Бұл 23 гектар. 23 гектар жер, иә. ал мынаның айналасында шаруа қожалықтар бар ма? Жоқ, оны деген мына Ақылбекпен кезінде мына Ақылбек танып отырған енді Қайрекеңнің бана жиналысы болды, облыс көлемінде осы жерде әрең таңдап алдық. Басқа топырақ жоқ. Бірақ жол бізге керек. Қажет ол жерде. Жол бізге керек. Балқы бар ғой, қаладан шығып жатасыз ғой. Солтүстік айналма жол түсіп жатыр ғой уже қазір. Содан кейін. Ол сонда мынау Ол Бейбарыстың территориясы. Бейбарыстың территориясы. Еще бейбарыстық бар. Мына жерде де мысалы, мына Томан елді мекен дейсіз. Міне Томан елді мекен мына жерде мына ауыл тұрғындары біледі. Міне 10 шақырым жерде, тап осы жерде. А Томан елді мекені бар. Ана жерде 15 шақты үй бар, бірақ онда қазіргі таңда 4 үйде. Мысалы, жергілікті жаңағыдай жақын тұрғындарды қамту керек болғанда сол кісілерді бірге алдыру керек болшы. Мына ауыл бізге керек те, ауыл. Осы ауыл керек бізге. Қасында тұрғаннан кейін керек. Томан деп осыны берді. Осы ауыл керек. Онда неше километр? Қанша? 15 километр. Ал таңдай неше километр? Бұл негізі Қандай қашық қой? Жоқ, бұл еще мына жоба 24-ші жылы негізі қорғауға ілініп, бұл деген Алмалыдан бірінші алдық. Бірақ Алмалы алыс деп мың жерге алып кетті министрлікті. Ал қасында тұрған ауылдан өткізіңдер деп те. Алмалыдан былтыр алдық. Бұл бана бір жылдық бана нелер контрактілердің уақыты өтіп кетті 24 жылы. былтыр ана су келуіне байланысты біздің жұмыстарымыз тоқтап қалды ғой. Сосын мана разрешениеміздің уақыты бітіп қалды. Енді қазір мынау продление да, енді судың астында тұрды, мысалы бір талайға дейін да мына жолымызды. Сосын жасалмай қалған, суға кетіп қалған жерлерді қайта жөндеу керек. Осы топырақ керек болып тұр да бізге қазір. Бұл Новый карьер емес бұл. Былтыр жасаған карьерімізге продление. Расширение емес. Біздің жұмыс жасап отқан карьеріміздің уақыты мерзімі бітіп қалды. Соны біз жыл Осыны алғандар 24 разрешение надо учить, бар. бар. 24 разрешение.